Армысыздар ағайын. Бүгінгі күнде КФС мектебінің әлде онлайн концерті жалғасуда. Мен атым Әлихан Шамиғұлы. Мен бүгін тек қана күйлерді ғана татпайын, өзімде басқа қыр-сырларын көрсетемін. Ең бірінші тартатын күйім Қазанғап атамыздың күйі Ақжелен. Бұл күй адамның бойындағы 62 тамырға байланысты болған және де батыс өнерінде, батыс өнер шеберлігінде негізінде 62 Ақжеленді қатарынан тартқан болатын. Сондықтан Қазанғап атамыздың күйі Ақжеленнен бастайын дедім. Енді келесі күйім Нұрғиса Тілеуов атамыздың күйі Алькса. Негізінде Нұрғиса Тілеуов атамыз негізінде күйді немесе концерттерде ең бірінші болып Алькса күйін тартқан. Сондықтан бұл күй Нұрғиса атамызға ең жақсы өзіне ұнайтын күй болған. Сондықтан Алькса күйін орындаймын. Ал келесі ойнайтын күйім Дайрабайдың күйі Дайрабай. Дайрабай бұрын байдың қызына ғашық болады. Кейін ол байдың қызына алып қашып кетеді. Сол кезде Дайрабайды бай ұстап алып оны сабайды. Одан кейін Дайрабай өзін осы күйімен халыққа таныстырады. Дайрабайдың күйі Дайрабай.
айтқан күйім Құрманғазы атамыздың күйі Балбырауын. Балбырауын тарихы негізінде бұраудың балдай болуы соған арналған күй. Ал Құрманғазы атамыздың күйі Балбырауын. Келесі орындайтын күйім ол Жеңіс деген күй. Ол Жеңіс деген күй негізінде Ұлы Отан соғысында жеңіске жеткен үшін сол үшін Мұрат Өскінбайұлы осы күйді шығарған.
келесі орындайтын күйім Нұрғиса Тілеев атамыздың күйі «Жекпе-жек». «Жекпе-жек» деген күйдің тарихы. Егер де сіздер «Қыз жүрек» фильмін көрсеңіздер, Төлеген мен Бекежан бірге жекпе-жек бір-бірімен қарсыласып жекпе-жекке шығады. Сол кезде осы күйді арнап шығарған болатын. Келесі орындайтын күйім Құрманғазы атамыздың күйі «Адай». Адай күйі негізінде Адай руындағы жігіттерге арналған күй. Олар соғысқа кетер алдында Құрманғазы атамыз осы Адай жігіттеріне рух беріп осы күйді шығарған. Енді мен бағана айттым, сізге басқа да өз қырларымды көрсетемін деп. Енді мен домбырамен ән айтайын деген ойым бар. Ал бірінші әнім жүгіріп шықтым белеске әні. Айналайын қарағым алжасым айтой, сала берме көзіңді жақсыға қылаулым ай. Сала берсе көзіңді жақсыға айтой, бәрі жақсы көрінер алғашындай қылаулым ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе ай. Алматымен қоғалай, күні жоғарай, асабайлық текереді сауынса болған ай. Ал келесі айтатын әнім Гүлдер айын деген әні. Ақ көңіл ағызайын әннен майын, жас дәурен шалқып жатқан айдындайын. Астынан алты қырдың шыққан даусың жетсе
айтайын деп жатқан күйім бұл Дәулеткерей атамыздың күйі Көроғлы. Көроғлы ол қазақ елімен түркмен халқының бірге сауда-саттық күй тартысып сөйтіп жүрген. Соған арнап Дәулеткерей атамыз осы Көроғыл күйін сол түркмен халқына арнап шығарған. Рахмет, менің концертімді көргеніңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.